Мемлекет басшысының халыққа арнаған жолдауында келер жылы елімізде жастар жылы екендігі айтылды. Бұл өз кезегінде болашақта ел тұтқасын ұстайтын жастардың көптеген түйткілдерін шешіп, оларға мол мүмкіндіктер жасалады, дейді Шымкенттегі жол көлік колледжінің ұстаздары. Болашақ ұрпақтың тәрбиесін ұстағандар 2019 жылы жастарға айрықша көңіл бөлінгенімен, оларға артылатын сенім мен жауапкершілік жүгі жеңілдемейтіндігін айтады. Жастар осы жылда тек қана сіздер қоғамның тарапынан бір ерекше назарда ғана болмайсыздар, сіздерде жауапкершілікте жүктеледі. Яғни ел осы жолдауларда айтылып жатқан, мемлекетімізде жүргізіп жатқан реформалардың барлығы елдің келешегі ертең үшін жасалынып жатыр. Ал ертең сіздердің қолдарыңызда. Ертең қазақ деген ұлт бола ма, болмай ма? Қазақстан деген ел бола ма, болмай ма? Ол сіздердің тікелей саналарыңызға, сіздердің патриотизмдеріңізге, сіздердің кәсіби даярлықтарыңызға, сіздердің отан алдындағы жауапкершіліктеріңізге тікелей байланысты. Қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсартып, өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған жолдауды мұндағылар ерекше тарихи құжат деп атауда. Себебі білім, денсаулық және медицина мен құқық қорғау салаларында өзекті мәселелер жеткілікті еді. Оған қоса үй-күйсіз жүрген отандастарымыз бен оқу орнын бітіріп, жұмыссыз жүрген жастардың қатары жыл сайын артуда. Осы салаларға мемлекеттің қолдауы аса қажет болатын. Бұл жолдаудың ең басты ерекшелігі халықтың әл-ауқатын арттырып, тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған болып отыр. Сол себепті де оны елдің игілігіне бағытталған тарихи құжат деп қабылдауға болады. Шын мәнінде жолдауда айтылған барлық басымдылық қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсартуға арналған. Еліміздегі экономиканың ең ірі көрсеткіші күретамыр теміржол бойының мамандарын дайындаудамыз. Бұл бағытта облысымызға, республикаға өз үлестерін қоса алатын жас түлектер дайындаудамыз. Келешек осы жастардың қолында. Елбасымыз кешегі жолдауында ерекше атап өткені халқымыз әл-ауқаты жақсаруда. Әрине жастардың үлесі оған қосары мол. Келер жылы елімізде жастар жылы болғандықтан жоғары және орта оқу орындарына мемлекеттік гранттар саны жылдағымен салыстырғанда 20 мың орынға артық бөлінбекші. Осы сында еліміздегі бірнеше салаға көптеген өзгерістер алып келуі тиіс жолдаудағы басым бағыттар бойынша қазір үкіметтегілер жұмыс жүргізуде. Нәтижесін ел тұрғындары алдағы жаңа жылдан кейін көруі мүмкін. Ерлан Отарбаев, Дастан Әбдиев, ТВК телеарнасы.